Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты хикаятының екінші бөлімімен танысамыз. «Менің атым Қожа» 1956 жылы жазылған қазақ балалар әдебиетінің озық туындыларының бірі саналған повесть. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Бұл повесть орыс, украин, француз, литва, латын, өзбек тілдеріне аударылған. Ал 1963 жылы Қазақфильм студиясы осы кітап бойынша жазылған киносценарийді экранға шығарды. Повесте кішкентай ғана қожа мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты уақиғалар жайлы баяндалады. Ол қанша бұзықтық жасаса да, жақсы адам болуға талпынысы бар еді. Өзінің жасаған бұзықтығының бәрі әкесіз өскендігінен деп ойлайды. Қожа өзінің мінезін, тәртібін өзгертуге тырысады. Әңгіме қожаның балалық махаббаты да үлкен рөл ойнайды. Ол сыбынындағы үлгілі, тәртібі, әрі сабағын үздік оқитын Жанар деген қызды жақсы көреді. Тіпті кей кездері Жанарға арнап өлең де шығарады. Жанарды әрқашан көргісі келіп тұрады. Қожа жазушы болуды армандайды. Енді балалар, бастапқы танысу әдісі арқылы алдыңғы бөлімдерді пысықтайық. Жазушы қай жылы қай жерде дүниеге келді? Қандай шығармаларын білесіңдер? Повесть дегеніміз не? Менің атым Қожа қай жылы экранға шықты? Қандай жүлдені жеңіп алды? Қожаберген қалай қожа атанды? Сендер өз аттарыңа ризасыңдар ма? Ат қою дәстүрі туралы не білесіңдер? Енді осы повестің уақиға желісі туралы сіздер ойланыңыздар. Бірінші, қожаның ойынша қандай есімдер жоғары идеялы есімдерге жатады? Идеал есімдер деп есептелінеді. Қожа газеттен қандай мәлімет оқыды? Қожаның арманы қандай? Қожаның шашын кім алды? Таңертең қожа қайда келе жатты? Оған кім ұшырасып кетті? Жантас екеуі не туралы сөйлесті? Қожа қайда келді? Майқанова оны қалай қарсы алды? Майқанова апай неліктен қожаға лагерге жолдама бермеді? Енді балалар, сіздер шығарманың негізгі кейіпкерлері кімдер дейтін болсақ, Қожа, Жанар, Сұлтан, Қаратай, Жантас. Осы адамдардың аттарын мен неге жазып отырмын? Яғни әңгімеден осы кейіпкерлердің бейнесін ашатын жерлерін дәптерге теріп жазамыз. Тағы да келесі кейіпкерлеріміз Майқанова апай, әжесі, анасы, Сәйбек қарт, Оспанов, Жақанов, Михайловна, Сүттібайдың қожасы. Мінекей осының ішіндегі өздеріңе ұнаған 3 кейіпкерді алып, соның образын ашатын жерлерді теріп жазамыз. Енді 4 сөйлем әдісі арқылы өздерінің пікірлеріңді айтасыңдар. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықты ашып, кейіпкердің монологы мен портретін табамыз. Қай жерде монологы бар, қай жерде портреті бар. Оны белгілеп, қысқаша қай жерде монологы тұр, қай жерде портреті тұр, оны да оқып біліп аламыз, ауызша жауап береміз. Ой қорыту. Қожа десе ойыма не келеді? Өзіңнің ойыңды қорытындылап, қожа десе ойыңа кім түседі, не түседі, өзің жайлы айтқың келе ме? Мінекей қысқаша осылай жазып айтуға болады.